Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Хабарламаны жеткізуді жалғастырамыз. 4 баланы туған анасы табылды. Жәнібек Қазақстанға қайта келді. Жәнібектің өз анасына қатысты зерттеу жұмыстары жалғасуда. Биологиялық анасын іздеп жүрген Жәнібек Сәбенов Қазақстанға қайта келді. Қазақстан арнасының мәліметінше, ол бүгін Астанада мың алас іс-шарасына қатысты. Қазақ радиосының "Бармысың бауырым" хабары арқылы анасын іздеген Жәнібектің арқасында 2001-2002 жылдары арқалықта дүниеге келген 4 баланың туған анасы анықталды. Бір ұлы Канадада, 2 ұлы Бельгияда және 1 ұл Қазақстанда тұрып жатыр. Жәнібектің анасына қатысты жұмыстар жалғасуда. Мың алғыс іс-шарасынан бөлек 1930 жылдары ата-бабасы Қазақстанға қоныс аударған түрік этносының өкілі Яша Қошалы оғлы донорлық органымен өмір сүріп жүрген алматылық Светлана мен Данияр Байболай 25 бала асырап алған ақтөбелік жетесіктер отбасымен Астанада тұрғын үйден өрт шыққан кезде 5-ші қабатта тұрғынды аман алып қалған құтқарушы Ғалымбек Өтешев қонақ болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.